Буян Бадыргы Мангуш, один из первых основателей тувинской государственности, родился в селе Аянгаты Парунхимского района в семье табунщика Номчула Мангуша. В апреле месяце ему бы исполнилось 130 лет, и 30 апреля в родном селе великого основателя прямые потомки почтили память о нем, установив памятник, автором которого является Александр Айдуб. Сегодня у нас для всей нашей республики знаменательный день. Мы отмечаем юбилей основателя тувинского государства, первого нашего политического деятеля Мангуша Буян Бадыргы на его родной земле. Сегодня открывается памятник, который показывает, что Буян Бадыргы родом из мест Аянгаты. Памятник был, это была идея потомков Буяна Бадыргы. Все мы, дети, младших, старших его братьев, год назад загорелись идеей, что нужно увековечить память нашего великого предка. Мы очень рады, что нашу идею поддержало правительство. Собравшиеся гости, односельчане с нетерпением ждали начала церемонии. Открывал памятник председатель главы администрации села Аянгаты Аяз Геннадьевич Намзарай. Күн ойының Буян Бадыргының адын өңгежедіп, тұрасқадың аждар күні жаңғыштың бүгін кемчеглері спортчық ойынар соғады. Ачарыжы дейш, ұлы республика жәргілік мөгілер азын көрішті оды еттіріп біріз. Амбалза төрелдері, тұрасқадылы поттары аймағындан шүпті ашау бек төрейін чығып тұрашын деп спорттарла қартай қылған болып тұрар. Бісінің сұғырусын жонысын мұндан боза спортчық кемчеглерін мұнын жар еттіп беріп бір болып тұрас. Также были и специально приглашенные гости. Первый и единственный президент Республики Тыва Шеригол Дизижикович Оржак. В своем слове Шеригол Дизижикович напомнил о нелегкой, но яркой судьбе Буяна Бадыргы. Республиканың жазақтар канцелярияның Сергей Тимурович сарбында кіріп тұрар. Жон база көйдір, арылдалар база көйдір, сондыр. Еңна қол жүзі жол дергім тұрасқады жүлерге. Көмінжа көйдім, қонжы бергі еді. Жон боттары ашқа төгерінше қаш көй спонсорлар, көйгілі кірішкес болса қылған. Неді аржығалап қаршы жөлдерге шүгді көріне тұрғызушты сөбес. Ол жұмаза демократ, жонжу, оның авыз ұлы база лама башқы. Көй демге көй жұртарылы қарзалық. Ланга, улуу Россияның көздедемін жоны білі қарзалық, мұндық жіға тұрасқа атқан. Оны онсалып тәндігдер жетімен. Ашпанса концерт қауып жүлдерімізі шұттызын көрдім. Екідір деп, оны оздемдігілік барын жешуер көргер. В честь 130-летия гордого сына Тувы юбилейными медалями были награждены те, кто причастен к созданию памятника, и стар, и млад. Самым юным обладателем медали стал молодой певец тувинской эстрады Эдуард Күйжукет. Бүгін бозам қайғамчы күндір боза, бістің боза барын кемчі қожуын, бүдін доғаны боза, үндезілейін, күн оян Буян Бадыргының боза, дөттіңген күнінде барып белгештің боза, боғыры ұлық, белекті алыр, аз кешті кедірмен шынавла. Бүгін бозам қожуынымның жәлі сүйізіні ұлы хей ады жәлі мей озат еткімжені берген бор, мені боқыры үнелеп көргені дейш. Алдыңыз темір оғылымнаға жәлі, қодымның жәлі баштайғы президенті бешелі Шеригол Дизижикович очыға, қожуыны ұстарғасынға, данны келе шелі шұптыла бапар жоқ тарғаларға шынамда күдік басық мөгейт бірі кедірбен, амда барын қожуыным дейш, бүтін доға жоным дейш, ұры көкжімнің ұламчылап, сайзырадып, жонымға жәлі барла сағыз еткімді дойлып жорыр қағаз аялғаларым сөгнер кедірбен деп жәлі өріш күн біле үлежіп, таңғырақты бейлі кедірбен жонымға. Когда с бронзы упало покрывало, на минуту все собравшиеся замерли. Над площадью пронесся радостный возглас и раздались аплодисменты. После этого началось торжественное возложение цветов к памятнику. Начались праздничные мероприятия в честь 130-летия со дня рождения Хүннояна Тахожуна. Біздің ұлы өкбөбіз Хүнноянның 400 жыл ойынға тұрасқа атқан шақпа байырлалтың болса, болыр хемчеглері дейірге бір туғарында оң бодынға бүгі ұзын тұру алғандырар туыртсыныңға тұрғыстыңған тұрасқа алдың ажыды ұшқыны. Оң сонда ат жарышы, оң сонда мөгелерінің күреші,
10 километр жерге чатаң чарыш болуп турар, осонда чаадып турар. Он аңгыда болса кожуун жергелик болгоштун биздин республика жергелик болса Уранчуйлу артисттеринин бозамдык солун көргүзүклөрү болуп турар. В такой исторический день для сельчан состоялся и всеми любимое спортивное мероприятие «Хюреш», в котором победу одержал на Ченмоге Республики Тыва Подкар Паза. Роль Буян Бадыргы Мангуша невозможно переоценить как в отношении Да Кожуна, так и всей Тувы. Считается, что именно он посодействовал в объединении России и Тувы, написав письмо императору Николаю II. И вот память Хюннояна увековечена и на родной земле. Алтынай Тагвалдай, Марат Инмикей, 108 канал.